Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде үшінші топ етістігі avoir етістігін жіктеуді үйренетін боламыз. Avoir етістігі жалпы бар деп аударылады. Мысалы, қазақ тілінде біз өзімізде не бар, не меншігімізде бар, соны айтқан кезде осы бар етістігін қолданамыз. Мысалы, менде кітап бар, менде телефон бар, менде үй бар деген сияқты. Сол секілді енді француз тілінде менде бар деп айту үшін біз осы avoir етістігін қолданамыз. Менде бар деп айту үшін j'ai деп айтамыз. J'ai. Tu as, сенде бар. Tu as. Il a, ода бар, яғни ер адамда, я. Elle a, ода бар. Қыздарға айтылатын, қыз тегінде сөздерге. Көпше түрде бізде бар nous avons. Мына соңындағы нудың соңындағы с әрпі келесі дауысты дыбыс аға қосылады, з болып оқылады. Nous avons. Ол бізде байланыстыру деген ереже бар. Сол бойынша біз оны қосып жібереміз. Nous avons. Vous avez. Бұл жерде тоже с әрпі з-ға айналып кетеді. Vous avez. Сіздерде бар, немесе сендерде бар, я. Ils ont. Оларда бар. Және elles ont. Оларда бар. Мінекей avoir етістігін жіктеуді үйрендік. Өздеріңіз тағы да бір рет қайталап қарап шығыңыздар. Енді қазір осы avoir етістігімен өте жиі келетін, өздеріңізді таныстырған кезде қолданатын сөйлемді айтқым кеп тұр. Менің жасым, мысалы 23-те деп айтқыңыз келсе, j'ai 23 ans. Мысалы, менің жасым 23-те, j'ai 23 ans деп айтам. Сіз дәл осы секілді avoir етістігін қолданып, жасыңызды айтсаңыз болады. Қараңыздар, ескерте кететін бір жағдай, егер ағылшын тілінде біз жасымызды айтқан кезде I'm 23 years old деп айтамыз. Например, мен 23-темін деп айтқан кезде I am. Ол кезде біз to be етістігін қолданамыз. То есть have етістігін қолданбаймыз, to be етістігін қолданамыз. Француздар avoir, осы бар. Менде 23 жас бар деп дословно аударсақ, солай шығады. Бірақ ол менің жасым 23-те дегенді білдіреді. Олар яғни avoir бар етістігін қолданады. Je дейсіз де, арқары жасыңызды айтасыз. Одан кейін дәл сол секілді басқа адамдарда жасын айтқыңыз келсе, оларды жіктей қоясыз. Мысалы, менің ағамның жасы 20-да деп айтқыңыз келсе, mon frère a 20 ans. Mon frère a 20 ans. Ma sœur a 26 ans, например. Менің сестрам, то есть 26 жаста. Міне осылай. Тағы да avoir етістігінде сөйлемдер құрауға кеңес беремін көбірек. Және сол сөйлемдерді маған жазсаңыздар болады. Мен оны тексеретін боламын міндетті түрде. Назарларыңызға көп рахмет. Сабақ осымен аяқталды. Avoir етістігін, яғни бар болу, иелік ету деген етістікті түсіндіңіздер деген ойдамын. Егер сұрақтар туындаған болса, маған